Сәлем достар, біз бүгін іш пыстырмайтын дайын шаблондарды қолдана отырып креативті видеолар жасайтын боламыз. Ол үшін Canva программасына кіре отырып, видео деген батырманы тауып аламыз. Сол жерде көріп тұрғандарыңыздай біздің алдымыздан дайын шаблондар шығады. Және ескеретін жағдай, шаблонның төменгі бөлігінде бесплатно деп жазылғандарын ғана тегін ала аламыз. Қалғандары алу үшін міндетті түрде Canva программасына тіркеліп, ай сайын ақша төлеп тұру қажет. Дәл жаңағыдай видео болмаса да, кез келген бір видеоны таңдап алайық. Мысалға, міне осы видеоға кірейік. Оның қандай екенін көру үшін батырманы басып көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, креативті видео екен. Осы жердегі кез келген сөздерді де, видеоларды да, тіпті түстерін де өзгертуге болады. Мысалға, видеоны өзгерту үшін үстінен басып тұрып, заменить батырмасын басамыз. Осы жерден загрузкиға кіріп, загрузить медиа батырмасы арқылы өздеріңіздің галереяларыңыздан суреттер тартып алуға болады. Немесе дайын тартылған мендегідей сурет видеоларыңызды қолдана берсеңіздер болады. Мысалға, міне осы видеоны аламыз. Бұл видеоны егер дұрыс орналаспаған болса, обрезкаға кіре отырып, қысқартып, дұрыс орнатуға немесе уақытысында азайтуға болады. Видеоның уақытысын азайттым 5 секундқа. Енді жазуын өзгертеміз. Менің сүйікті, менің қызықты демалысым. Кез келген тематикаға жасай беруге болады, ол өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің әріптеріміз дұрыс емес орналасты. Сол үшін размер шрифтіға кіріп, оның размерін азайтамыз, кішірейтеміз. Артық жазулар болса алып тастауға болады, немесе орнына басқа жазу жазайық. Мысалға, бүгінгі датаны жазайық. 15.02.2022 жыл. Енді келесі параққа келейік. Бұл жерде ешқандай жазу жоқ екен, сондықтан жай ғана видеоны өзгертеміз. Немесе ол жерге сурет қоюға да болады. Суреттің орналасуы дұрыс болмауына байланысты обрезкаға кіріп, жылжыта отырып, суретті дұрыстап қоямыз. Келесі парақшаға алсайық. Бұл парақшаны көріп тұрғандарыңыздай 9 секунд уақыт, тым сурет үшін ұзақ уақыт болғандықтан оны қысқарта саламыз. Келесі бетке көшеміз. Бұл жерге тағы да суретті заменить етіп қоямыз. Егер оның орналасуы дұрыс болмаса, обрезка арқылы дұрыстап аламыз. Тағы да уақытысын азайтты, өйткені видео емес, жай ғана сурет. Енді келесі бетте жазу ғана болғандықтан үстін басып тұрсақ, править деген батырма шығады. Сол батырма арқылы сөздерді ауыстыра береміз. Менің сүйікті ойыншығым пони. Яғни бұл жазулар өздеріңіздің тематикаларыңызға байланысты. Мен сәйкес келген осы болғандықтан жаза салдым. Дәл солай келесі беттерді де сурет жазуларын, видеоларын өзгертеміз және нәтижесін бірге көретін боламыз. Міне біздің видеомыз аяқталды. Қазір нәтижесін көреміз. Дайын
дайын болған видеоны сақтап алу өте оңай. Жоғарыда тұрған скачать батырмасын баса отырып сақтап аласыздар. Сақталған видео автоматты түрде сіздің галереяңызда тұратын болады. Видеоны соңына дейін көріп тыңдағандарыңызға рахмет. Дәл мен секілді жасайтын болсаңыздар, еш қиындықсыз дәл менікіндей шығады. Сау болыңыздар.